14 жыл бойы бүкіл ел менің күйеуімді кінәлап келді. Отбасын тастап кеткен, атақтан басы айналған, балаларының бетіне қарамады деді. Мен үндемедім, себебі шындықтың жартысын ғана айтуға болмайтынын білдім. Ал бәрін толық айтсам, кінәнің бір бөлігі маған да тиетін еді. Бүгін мен соны айтамын. Күйеуім 3 жылдан кейін қайтып келген, ал есікті ашпаған мен едім. Арнамызда қазір 400-ге жуық тыңдарман бар. 1000-ға жету үшін дәл сіздің жазылуымыз маңызды. Осындай өмірден алынған әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп қойыңыз. Бастайық. Менің атым Жанар, 48 жастамын, ауылдан шыққанмын. Педагогикалық училищені бітіріп, бастауыш сынып мұғалімі болдым. Нұрланмен танысқан кезде ол ешкімге танымал емес еді. Аудандық мәдениет үйінде жұмыс істейтін, сахнаға шығып әзіл айтатын. Айлығы 30 000 теңге. Киетін бір ғана пиджагы бар еді. Иығы жылтырап кеткен көк пиджак. Бірақ ол сахнаға шыққанда зал жарылып түсетін. Мен оны алғаш рет сол залдан көрдім. Қасымда отырған құрбым Гүлназ маған қарап, «Мынау бірдеңе болады» деді. Мен күлдім. Бірдеңе болса, әйелі қиналады дедім. 19 жасындағы әзілім еді. Кейін сол әзіл өз басыма келді. Концерттен кейін біз есік алдында тұрдық. Ол шығып келе жатты. Қолында әлгі көк пиджагы. Шашы терлеп, маңдайына жабысып қалыпты. Мені көрді, тоқтады. Кейін ол маған, «Мен сені сол күні бірден таңдадым» деп айтатын. Мен оған сенбеймін. Ол әртіс, әдемі сөйлеуді біледі. Бірақ сол күні ол маған тым қарапайым сөйлеген еді. «Сіз соңғы қатарда отырдыңыз ба?» деді. «Иә». «Күлмедіңіз ғой?» «Күлдім» дедім, тек дыбыссыз күлдім. Ол маған біраз қарап тұрды да, «Мен енді сізді іздеп табамын» деді. Тапты. 3 күннен кейін біздің үйге келді. Анама гүл әкелді. Әкеме сәлем берді. Әкем оны ұнататпады. «Мына бала жақсы бала» деді ол кешке. Бірақ мұндай адамдардың өмірі өзінікі болмайды. Елдің меншігінде болады. Мен оның сөзін елемедім. 19 жаста адам ешкімнің сөзін елемейді. Біз 1 жылдан кейін үйлендік. Той қарапайым болды. Ауылда, үйдің ауласында өтті. 70 адам. 1 қазан ет, 1 қазан көже. Оның қалтасында ақша болмады. Менде де жоқ. Бірақ ол маған сол күні бір нәрсе айтты. Сол сөзді мен әлі күнге дейін ұмытпаймын. Түн ортасы, қонақтар тарап жатыр. Екеуміз ауладағы орындықта отырмыз. «Жанар» деді ол, «Мен бір күні бүкіл ел танитын адам боламын. Сенбе, бірақ есінде сақта». Мен сендім, себебі сүйетін адамға сенеді. Ал қазір ойлап отырсам, ол сол түні маған уәде бермеген екен. Ол мені ескерткен екен. Алғашқы жылдар ауыр болды. Ол гастрольде жүрді. Бір ауданнан екінші ауданға автобуспен баратын. Кейде 3 күн, кейде 2 апта үйде болмайтын. Мен мектепте жұмыс істедім. Түнде дәптер тексердім. Біз жалдамалы бөлмеде тұрдық. Бір бөлме, ортақ ас үй. Көршіміз 2 студент қыз. Қыста көмір жетпейтін. Мен балаларды бір бөлмеге жинап, тек сол бөлмені ғана жылытатынмын. Әселім туды. Мен оны жалғыз тудым. Нұрлан ол кезде Ақтөбе жақта жүрген. Телефон байланысы нашар. Мен оған ертеңіне ғана хабарластым. Ол қуанды, айқайлады, жылады. Ал мен ауруханада терезеге қарап жаттым. Қасымдағы әйелдерге күйеулері келіп жүр. Апельсин әкеледі, гүл әкеледі. Маған ешкім келмеді. Сол күні мен өзіме бір нәрсе айттым. «Жанар, сен таңдау жасадың, енді жылама». 14 жылдан кейін мен сол сөзді қайта еске алдым. Данияр туды, оны да жалғыз тудым. Нұрлан бұл жолы Алматыда еді. Түсірілімде жүрмін деді. Мен қоңырау шалдым. Ол көтерді. Артында адамдардың дауысы, музыка, күлкі. «Нұрлан, ол туды!» Ол айқайлап жіберді. Артындағылар да шулап кетті. Біреу «Той, той!» деп айқайлады. Мен телефонды қойдым. Сосын палатада жатып ойладым. Ол қазір қуанып жатыр, достармен, ал мен осындамын, ұлымның қасында. Екеуміз бір қуанышты 2 бөлек жерде тойладық. Бұл менің алғашқы шағым емес еді. Бұл менің алғашқы жарам еді. Ол 33 жасында танылды. Бір бағдарлама, бір нөмір, бір түнде. Ертеңіне бүкіл республика оның атын біліп қалды.
Мен сол күнді жақсы есімде сақтадым. Себебі базарда тұрғанмын, картоп алып жатыр едім. Сатушы әйел маған қарап: «Сіз ана әртістің әйелісіз бе?» деді. Мен: «Иә» дедім. Ол маған картобын тегін бермек болды. «Алыңыз, қарындас, күйеуіміз бізді күлдіреді ғой». Мен ақшасын қалдырып кеттім. Ол ренжіді. Мен сол күні үйге жылап келдім. Неге екенін өзім де түсінбедім. Қазір түсінемін. Мен сол күні жанар болудан қалдым. Мен әртістің әйелі болдым. Ақша келді, пәтер алдық, көлік алдық, балаларды жақсы мектепке бердік. Үшінші балам туды, Әли. Бұл жолы Нұрлан ауруханада болды. Бірінші рет. Ол дәлізде күтіп отырды. Мені шығарғанда қолымнан ұстады. «Кешір мені», деді. «Не үшін?» «Бірінші екеуінде болмағаным үшін». Мен күлдім. Сол күні өзімді бақыттымын деп ойладым. Ал шындығында бұл менің соңғы бақытты күнім еді. Атақ деген нәрсені сырттан қарап түсіне алмайсың. Адамдар: «Байды ғой, тағы не керек?» дейді. Айтайын не болатынын. Алдымен уақыт жоғалады. Ол енді өзіне тиесілі емес. Кестесі бар, директоры бар, ұжымы бар. Сосын үй жоғалады. Ол үйге ұйықтауға ғана келетін болды. Сосын әңгіме жоғалады. Біз бұрын түнде отырып, сағаттап сөйлесетінбіз. Енді ол келеді, тамағын ішеді, телефонына қарайды да ұйықтайды. Мен: «Бүгін қалай өтті?» деймін. Ол: «Жақсы» дейді. Болды. Әңгіме бітті. Ал ең соңында көзқарас жоғалады. Ол маған қарамайтын болды. Қасымда отырады, бір бөлмеде, бірақ маған қарамайды. Мен айнаға қарап тұрып өзіммен сұрайтынмын: «Мен көрінбейтін адам болып қалдым ба?» Ол кезде мен 34-те едім. 3 бала туғамын. Салмағым қосылған. Шашым бұрынғыдай емес. Қолым жарылған. Түнде крем жағамын. Таңертең тағы жарылады. Мен өзіме уақыт бөлмедім. Уақыт болған жоқ. Таңертең 5-те тұрамын. Тамақ пісіремін. Балаларды жинаймын. Мектепке барамын. 2 ауысым жұмыс істеймін. Үйге келемін. Тағы тамақ, тағы сабақ. Кір жуамын. Түнгі 12-де жатамын. Ал ол сахнада тұрады. Оның айналасында жарық, музыка, қошемет. Ал ең қауіптісі, оның айналасында жас қыздар жүрді. Енді сол әйел туралы айтайын. Оның аты Айнұр. Мен оны алғаш рет концертте көрдім. Сол күні мен әдейі бардым. Ішімде бір нәрсе болды. Аты жоқ сезім. Әйел адам мұны түсінеді. Кулисаға өттім. Ешкім мені танымады. Танығандар да елемеді. Мен бұрышта тұрдым. Ол сол жерде еді. 26 жаста. Ұзын бойлы. Мен оның қасында кішкентай болып қалдым. Шашы қап-қара, таралған, иығына түсіп тұр, табиғи түсі. Түбі өсіп, бояуы кетіп қалмаған. Менің көзім бұған бірден түсті. Себебі өзім шашымның түбін 2 апта сайын бояп үлгермей жүретінмін. Дене бітімі келіскен. Ұзын мойын, тік иық, белі жіңішке. Үстінде бір ғана қара көйлек. Ешқандай әшекейі жоқ. Бірақ сол қарапайым көйлек оның үстінде басқаша тұрды. Мен түсіндім. Ол әдемі болуға тырыспайды. Ол әдемі. Сосын мен оның қалай қозғалатынын байқадым. Ол асықпайды. Иығы тік. Қолын артық сермемейді. Мен ондай әйелдерді білемін. Оларға дауыс көтерудің қажеті жоқ. Өйткені бәрі онсыз да тыңдайды. Терісі таза, күлкісі жинақы. Жарылып күлмейді, тек көзі күледі. Ал ең қиыны, оның бетінде шашау жоқ. Менің бетімде бар еді. 10 жылға созылға шашау. Ал онда жоқ. Ол 26 жаста. Әлі баласы жоқ. Ұйқысыз түндері жоқ. Түн ортасында жылап оятатын 3 баласы жоқ. Ол таңертең тұрып, өзіне 2 сағат уақыт бөле алады. Ал мен ондай сәттің қандай болатынын 11 жыл бұрын ұмытқанмын. Сосын Нұрлан сахнадан түсті. Мен қарап тұрдым. Айнұр оған қарай 2 қадам жасады. Сүлгі берді, су берді. Тек сол ғана. Бірақ мен сүлгіні қалай бергенін көрдім. Ол сүлгіні жай ғана ұсынған жоқ. Оның мойнына салды. 2 шетінен ұстап, 1 секундтай солай тұрды. Ал Нұрлан оған қарады. Маған 11 жыл қарамаған көзбен қарады. Мен сол көзқарасты таныдым.
Ол маған да дәл солай қарайтын. Бұрын, 19 жасымда. Мен ол жерден қалай шыққанымды білмеймін. Далада тұрдым, қыркүйек айы, салқын. Мен жыламадым, өзімді балағаттадым. Не күттің? Оған қара, сосын өзіне қара. Үйге келдім, айнаға қарадым. Алдымда 34 жастағы әйел тұр. Көзінің астында көлеңке, қолы жарылған. Үстіндегі көйлегі 3 жыл бұрын алынған. Мен өзіме қарап тұрып, түсінікті дедім. Сосын шамды сөндірдім. Осы жерде бір нәрсені мойындауым керек. Мен сол күннен кейін өзгеруге тырыстым. Күлкілі шығар, бірақ рас. Шаштаразға бардым, шашымды қысқарттым, түсін өзгерттім. Спортзалға жазылдым, 3 рет бардым. Сосын уақыт болмады. Жаңа көйлек алдым, қара түсті, Айнұрдікі сияқты. Кешке сол көйлекті киіп шықтым. Нұрлан диванда отыр, телефонына қарап отыр. Мен алдына барып тұрдым. Ол басын көтерді. «Иә», деді. «Ештеңе», дедім. Сосын бөлмеге кіріп, көйлекті шешіп, шкафқа іліп қойдым. Мен оны бір ретте кимедім. Ол әлі күнге дейін шкафта тұр. Бірінші айқын белгі телефон болды. Ол телефонын бетін төмен қаратып қоятын болды. Бұрын олай емес еді. Телефоны дастарханның үстінде, менің қасымда жата беретін. Мен оны алып суреттерін қарайтымын. Ол күліп, «Қара дейтін. Енді ванна бөлмесіне де телефонмен кіретін болды. Екінші белгі иіс болды. Бір күні түнде келді. Мен ұйықтап жатқанмын. Ол қасыма жатты. Мен көзімді ашпадым, бірақ бөтен иіс сездім. Менің иісім емес, оның иісі де емес. Сол түні таң атқанша көзімді ашпай жаттым, бірақ ұйықтаған жоқпын. Үшінші белгі ақша болды. Мен есеп жүргізетінмін. Мұғалім ғой, әдет. Бір айда үлкен сома жоғалды. Мен сұрадым. «Жобаға салдым», деді ол. «Қандай жоба?» Ол маған қарады. «Жанар, мен саған есеп беруім керек пе?» Бұл оның маған бірінші рет қатты сөйлеген еді. 11 жылда бірінші рет. Мен үндемедім. Ал түнде ойладым. Адам ұрыс шығарса, демек қорғанып тұр. Ал қорғанса, қорғайтын бір нәрсесі бар. Мен оның телефонына бір-ақ рет қарадым. Бір рет. Ол ұйықтап жатқан. Телефоны зарядта тұрды. Мен орнымнан тұрдым. Телефонды алдым. Құпия сөзі. Әселдің туған күні. Мұны айтқанда әлі күнге дейін ішім ауырады. Мен хат хабарларын оқыдым. Не оқығанымды айтпаймын, себебі оны айту өзімді екінші рет жаралау. Тек бір ғана сөйлемді айтайын, ол Айнұрға. Мен сенімен өзімді 25 жастағыдай сезінемін деп жазыпты. Міне, мәселе сұлулықта емес екен. Мәселе оның жанында өзін жас сезінгісі келгенінде екен. Ал мен оған 25 жасын емес, 40 жасын еске салатын адам едім. Мен балаларының анасымын, несиенің серігімін, кешкі асымын. Ал Айнұр мереке. Кім мерекені таңдамайды? Мен сол түні бір нәрсе істедім. Оны бүгінге дейін ешкімге айтпағамын. Айнұрдың нөмірін жазып алдым. Ертеңіне қоңырау шалдым. Ол көтерді. «Алло?» Дауысы тыныш екен. «Мен Жанармын», дедім. Тыныштық. Сосын, «Иә», деді ол. «Білем». Мен не айтарымды алдын ала дайындап қойған едім. Түнде жаттап шықтым. Бірақ сол сәтте бәрі ұмытылып кетті. Мен тек «Неге?» дедім. Ол бірден жауап бермеді. Сосын, «Жанар апай, мен оны алған жоқпын», деді. «Не?» «Мен оны алған жоқпын. Ол өзі келді». Мен телефонды қойдым. Сол сөзді мен 14 жыл бойы ішімде көтеріп жүрдім. Ол жалған сөз емес еді. Ең ауыры сол. Айнұр менің үйіме кірген жоқ. Ол менің күйеуімді ұрлаған жоқ. Менің күйеуім өзі шығып кетті. Ал есікті Айнұр ашты. Нұрлан маған өзі айтты. Мұны мойындаймын. Ол ақыр аяғында жасырған жоқ. Наурыз айы еді. Кешкі сағат 11. Балалар ұйықтаған. Мен ас үйде дәптер тексеріп отырғанмын. Ол кірді, отырды, ұзақ үндемеді. Мен қаламымды қойдым. Себебі білдім. 11 жыл бірге тұрған адамымның қашан не айтатынын сезесің. «Жанар», деді ол.
Мен басқа адаммен бірге болғым келеді. Мен қолымдағы қаламды үстелге қойдым. Бір нәрсе сұрағым келді, бірақ дауысым шықпады. Сен маған айқайлап еді ол. Бірдене жаса. Міне, осы жерде тоқтайын. Ол мені айқайласын деп келді. Себебі мен айқайласам, ол өзін ақтай алатын еді. Мінезі ауыр дейтін еді. Бірге тұру мүмкін емес дейтін еді. Мен айқайламадым. Мен оған сол сыйлықты бермедім. Мен тек бір ғана сұрақ қойдым. Балаларға не айтамын? Ол жауап бермеді. Ол жауап бере алмады. Ол сол түні кетті. Заттарын жинағанда мен көмектестім. Мұны айтқанда адамдар маған сенбейді. Қалай көмектесесің деп сұрайды. Түсіндіріп көрейін. Мен қолымды бос қалдырсам, дірілдеп кететінімді білдім. Ал дірілдесем, ол көретін еді. Мен оған соны көрсеткім келмеді. Сондықтан жейделерін бүктедім. Дәрі-дәрмегін салдым. Ұстарасын салуды ұмытпадым. Ол есікте тұрып, Жанар деді. Кет дедім. Ол кетті. Мен есікті жаптым. Құлыптадым. Сосын еденге отырдым. Ас үйде шәйнек қайнап жатыр екен. Мен оны сөндіруді ұмытыппын. Мен сол шәйнектің даусын 14 жыл бойы ұмытпадым. Ертеңіне Әсел сұрады. 11 жаста еді. Апа, әкем қайда? Мен гастрольде дедім. Бір аптадан кейін тағы сұрады. Мен тағы гастрольде дедім. 3-ші аптада ол сұрамады. Сол күні мен түсіндім. Балалар шындықты сұрақ қоймаған кезде түсінеді екен. Ел білмеді. Мұны маған көп адам түсінбейді. Қалай білмейді? Ол атақты адам ғой дейді. Білмеді. Себебі Нұрлан ол кезде экранда әлі де отбасылық адам болып жүрді. Сұхбат берсе, менің тірегім жарым дейтін. Мен ол сұхбаттарды көрдім. Теледидардың алдында отырып көрдім. Ол сөйлеп тұр, күліп тұр. Отбасым, менің қорғаным дейді. Ал ол айтып тұрған әйел, мен сол сәтте кірлерін жуып отырмын. Ал мен де айтпадым. Мен жиынға барсам күлдім. Ағайын сұраса, жұмыста жүр дедім. Ене құдағиға да айтпадым. Неге? 3 себеп болды. Біріншісі, балаларым. Мен әкелерінің атын арам қылғым келмеді. Екіншісі, ұят. Ауылда, ағайын арасында, мектепте. Күйеуі тастап кеткен әйел деген атақ маған ауыр болатын. Ал үшінші себебін мен ұзақ жылдар өзіме де айтпадым. Үшіншісі, мен оны әлі де жақсы көретінмін. Алғашқы жыл ең қиыны болды. Ақша тоқтады. Ол жіберетін, бірақ тұрақсыз. Кейде көп, кейде мүлдем жоқ. Мен мектепте қайта шықтым. 2 ауысымда істедім. Кешке балаларға репетиторлық жасадым. Бір күні базарда есептеп тұрдым. Қолында 5000 теңге. Ет алсам, жеміс жетпейді. Жеміс алсам, ет жетпейді. Сатушы әйел маған қарап тұрып, апырай, сіз әлгі артистің әйелісіз ғой деді. Мен басымды изедім. Ол таңғалды. Онда неге базарда есептеп тұрсыз? Мен күлдім. Не дейін? Әли 3 жаста еді. Ол әке деген сөзді тіпті білмеді. Балабақшада мереке болыпты. Әкелер күні. Тәрбиеші балаларға әкелерін суретке салуды тапсырған. Әли ақ қағазды бос қалдырған. Тәрбиеші сұраған. Неге салмадың? Ол, мен оны білмеймін деген. Тәрбиеші маған телефон соқты. Мен ол күні дәлізде тұрып жыладым. Оқушыларым көрмесін деп дәретханаға кіріп алдым. Данияр серізде болатын. Ол ең қатты өзгерді. Бұрын шулы бала еді. Күлетін, әкесіне ұқсайтын, үстел басында отырып бәрін күлдіретін. Кеткеннен кейін ол үнсіз болды. Мектептен келеді, тамағын ішеді, бөлмесіне кіріп кетеді. Бір күні мұғалімі шақырды. Данияр сабақта. Менің әкем жоқ деп жазыпты деді. Мен, ол бар дедім. Мұғалім маған қарады да үндемеді. Мен үйге келдім. Данияр бөлмесінде отыр. Ұлым дедім. Сен неге олай жаздың? Ол маған қарамай. Ал ол қайда деді. Мен жауап бере алмадым. Екінші жылы ел біле бастады. Қалай білді білмеймін. Ауызша тарады. Сосын газетке шықты. Нұрлан ол кезде Айнұрмен бірге тұратын. Ол сұхбат берді. Бұл жеке өмірім деді. Көп сөйлеген жоқ. Ал халық сөйледі. Оны талқыға салды. Айыптады. Кейбірі қорғады.
ал мен туралы бір ауыз сөз болмады. Ешкім, ал әйелі қалай екен деп сұрамады. Мен ешкімге ештеңе айтпадым. Тек бір рет бір журналист телефон соқты. Жанар апай, пікіріңізді айтасыз ба? Жоқ дедім. Неге? Себебі менің 3 балам бар. Олар өседі. Сосын интернеттен оқиды. Трубканы қойдым. Ол журналист маған тағы 2 рет соқты. Мен көтермедім. Ал енді сол қысқа келейік. 3-ші жыл. Желтоқсанның соны. Қар қалың жауған. 31 желтоқсанға 3 күн қалған. Кешкі сағат 9. Балалар бөлмеде. Әсел сабақ оқып отыр. Данияр мультфильм көріп жатыр. Әли ұйықтап қалған. Мен ас үйде тұрмын. Ертеңге қамыр илеп жатырмын. Есік қоңырауы шылдырлады. Алдымен көршіге келген біреу қателесіп басты ма деп ойладым. Қолымды сырттым. Есікке бардым. Көшеден қарадым. Есік алдында ол тұр. Мен оны бірден танымадым. Арықтап кеткен. Бет сүйегі шығып қалыпты. Пальтосының үсті қар. Бас киімі жоқ. Шашына қар түскен. Қолында ештеңе жоқ. Көлігі аулада тұр. Моторы өшірілген. Демек, біраздан бері отырған. Мен есікті ашпадым. Есіктің ар жағында мен тұрмын. Ол сыртта. Арамызда бір ғана ағаш есік. Жанар, деді ол. Дауысы жақын естілді. Ол да есікке таяп тұрған екен. Не керек? Аш. Ашпаймын. Ол үнсіз қалды. Сосын, мен қателестім, деді. Ол екеуміз тарастық. 1,5 ай болды. Мен ештеңе айтпадым. Мен қайтқым келеді, деді ол. Дауысы дірілдеп кетті. Балаларды сағындым. Әли мені танымайтын шығар. Данияр. Жанар, аш есікті. Мен саған бәрін түсіндіремін. Мен қолымды есіктің тұтқасына қойдым. Ашуға бір-ақ қадам қалды. Бірақ ашпадым. Мен сол сәтте не ойладым? Айтайын. Мені ашуланғаннан есікті ашпады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Мен қорыққаннан ашпадым. Есікті ашсам, оның ішке кіретінін білдім. Ал ішке кірсе, мен оны қайтадан жақсы көретінімді де білдім. Ал сосын мен өмір бойы есікке қарап отыратын едім. Ол кешке кешігіп келсе, қорқатын едім. Телефоны шырылдаса, жүрегім тоқтап қала жаздайтын еді. Бөтен иіс сезсем, ішім өртенетін еді. Ол жұмыс десе, мен қандай жұмыс деп ойлайтын едім. Ол күлсе, кімге күліп отыр деп ойлайтын едім. Мен өзімнің одан кейін қалай өмір сүретінімді көрдім. Ол өмірде мен адам емес едім. Мен күзетші едім. Өз үйімнің күзетшісі. Мен ондай өмірге төзе алмайтынымды түсіндім. Кет, дедім. Жанар, кет. Ол ұзақ тұрды. Мен оның дем алғанын естіп тұрдым. Сосын, жарайды, деді. Кешір. Аяқ дыбысы алыстай бастады. Баспалдақтан түсті. Сыртқы есік ашылып қайта жабылды. Мен терезеге бардым. Ол көлігіне отырды, бірақ қозғалмады. 40 минут отырды. Мен де сол 40 минут бойы терезенің жанында тұрдым. Сосын ол кетті. Мен есіктің артына келіп, еденге отырдым. Түні бойы жыладым. Енді ең маңыздысын айтайын. Мен бұл туралы ешкімге айтпадым. Анам айтпадым. Гүлназға айтпадым. Апама айтпадым. Ең бастысы, балаларыма айтпадым. Ертеңіне таңертең Әсел ас үйге кірді. Апа, кеше біреу келді ме? Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Жоқ, дедім. Біреу есікті қателесіп басып кетіпті. Міне, бір ғана сөйлем. Ол өтірік 14 жыл бойы өсті. Менімен бірге өсті. Кейін мен білдім, ол жыл сайын келеді екен. Жаңа жылдың алдында, дәл сол күні. Көлігін көшенің арғы бетіне қояды. Отырады, терезеге қарайды. 1-2 сағаттан кейін кетеді. Мұны маған көрші әйел айтты. Күлікеш апай. Жанар, әлгі кісі тағы келіпті, дейді. Мен, иә деймін. Сосын шәйнегімді қоямын. Күлікеш апай маған қарайды. Бірдеңе айтқысы келеді. Бір рет. Балам, сен қатты екенсің, деді. Жоқ, дедім. Мен қорқақпын. Тек сырт көзге басқаша көрінеді. Ол түсінбеді. 14 жыл, 14 рет. Мен бір ретте шықпадым. Балаларым өсті. Әсел заңгер болды. Ақылды қыз. Университетті үздіп бітірді. Бірақ ешкімде сенбейді. 25-ке келді. Әлі тұрмысқа шықпаған. 2 жігітпен таныс болды.
Екеуін де өзі тастады. Бір күні маған: апа, мен еркектердің бәрі кетеді деп ойлаймын, соны ішімнен білемін. Ол жақсы болса да, бәрібір кетеді деп ойлаймын, тек уақыты әлі келмеген сияқты деді. Мен ештеңе айта алмадым, себебі оны кім үйретті? Менің үнсіздігім үйретті. Әли кенжем, қазір 17 жаста. Ол әкесін мүлдем білмейді. Оның есінде бір ғана көрініс бар. Біреу оны иығына көтеріп жүр. Күн жарқырап тұр, Әли күліп жүр. Бірақ сол адамның кім екенін білмейді. Бір күні менен: апа, ол мені иығына көтеретін бе деп сұрады. Иә дедім. Ол басын изеді де үндемей кетіп қалды. Ал Данияр ең қатты жараланған бала. Ол әкесін жек көрді. Әкесінің аты аталса, орнынан тұрып кетеді. Теледидардан көрсе, арнаны ауыстырады. Бірде мектепте бір бала оған әкесі туралы бірдеңе айтқан. Данияр оны ұрып, мұрнын қанатқан. Мен оны сол күні ұрыстым. Ол маған қарап тұрып: апа, ол сені тастап кетті. Ал мен неге үндемеуім керек, деді. 12 жасар бала еді. Мен сол күні тағы да үндемедім. Бір ауыз сөз айтсам болатын еді. Ұлым, ол келген, мен кіргізбегенмін. Айтпадым. Себебі айтсам, ұлым мені жек көретіндей көрінді. Ал мен өз баламның жек көруінен қорықтым. Міне, менің шындығым. Биыл Данияр үйленетін болды, 22 жаста. Қалыңдығының аты Мадина. Жақсы қыз, дәрігер. Той жоспарлана бастады. Бір күні дастархан басында отырдық, төртеуміз. Мен сұрадым: Данияр, әкеңді шақырамыз ба? Ол қасығым қойды. Тыныштық орнады. Жоқ. Ұлым, жоқ дедім ғой, деді ол қаттырақ. Ол 14 жыл бойы бір ретте іздемеді, бір ретте. Ал енді тойға келіп, төрде отыра ма? Ел әкесі келді деп суретке түсе ме? Әсел үндемеді. Әли мағап қады. Ал мен сол сәтте бір нәрсені түсіндім. Егер қазір тағы үндемесем, ұлым өмір бойы жүрегінде тас көтеріп жүреді. Сол таспен үйленеді. Сол таспен әке болады. Сол таспен қартаяды. Ал сол тасты оның жүрегіне мен өз қолыммен салғанмын. Мен ыдыстарды жинай бастадым. Қолым дірілдеді. Бір кесені түсіріп алдым. Сосын қайта отырдым. Балалар, дедім, мен сендерге бір нәрсе айтуым керек. Үшеуі де маған қарады. Мен терең дем алдым. Әкелерің қайтып келген. Тыныштық. Не? Деді Әсел. Кеткеніне 3 жыл болғанда, қыста, желтоқсанда, есік алдында тұрды. Қайтқым келеді, деді. Данияр орнынан тұрды. Ал сен ше, деді. Мен оның көзіне қарадым. Қарауым керек еді. Бұл менің жазам. Мен есікті ашпадым. Одан кейін не болғанын айтқым келмейді. Бірақ айтамын, себебі бұл әңгіменің ең маңызды жері. Данияр айқайлады. Маған айқайлады. Өмірінде бірінші рет. Сен есікті ашпадың ба? 14 жыл бойы мен оны жек көріп жүрдім. Мен даусы сынды. Мен түнде жылайтынмын, апа, 10 жасымда. Неге келмейді деп жылайтынмын. Ал ол келген екен, есіктің сыртында тұрған екен. Данияр, мен одан бір нәрсе сұрағым келетін, бірақ нәрсе. Неге деп? Ал сен? Ол тоқтады. Сосын маған қарап: сен бізден әкемізді жасырдым, деді. Есікті сарт еткізіп жауып шығып кетті. Әсел орнында отырды. Жыламады. Тек 2 қолымен бетін жапты. Сосын ақырын ғана: апа, деді. Сен неге? Мен жауап бердім. Мен қорықтым, қызым. Неден? Өзімнен. Ол түсінген жоқ. Ал Әли жаныма келді, қасыма отырды. Апа, деді ол ақырын. Мен оны танымаймын, бірақ онымен танысқым келеді. Болады ма? Мен басымды изедім, сосын жыладым. 14 жыл ішінде алғаш рет балаларымның көзінше жыладым. Данияр 3 күн үйге келмеді. Телефон соқтым, көтермеді. Мадинаға хабарластым. Апа, ол жақсы, сабыр етіңіз, деді. 4-ші күні келді. Көзі қызарып кеткен, үндемей келіп отырды. Апа, деді. Мен барып келдім. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қайда?
оның үйіне. Мен бірден, ол қалай екен деп сұрадым. Данияр ұзақ үндемеді. Қартайып кетіпті деді ақыры. Енді Даниярдың маған айтқанын қайталайын. Ол әкесінің мекенжайын Әселден алған. Әсел заңгер ғой, тауып берген. Барған. 9-шы қабат, ескі үй. Есікті Нұрлан өзі ашқан. Алғашында танымаған, ұзақ қараған. Сосын, Данияр ма? Деген. Данияр басын изеген, ішке кірген. Пәтері кішкентай екен, 2 бөлме, ескі жиһаз. Ас үйде бір ғана кесе тұр, ал қабырғада суреттер. Балалардың суреттері. Әсел 5 жаста, Данияр 2 жаста, Әли құндақта. Барлығы ескі, соңғы 14 жылдан бірде-бір сурет жоқ. Себебі оның қолында кейінгі суреттері болмаған. Айнұр әлде қашан кетіп қалған екен. Олар 1,5 жыл ғана бірге тұрған. Сосын айырылысыпты. Айнұр басқа адамға тұрмысқа шығып, шетелге кетіпті. Балалары бар, бақытты деседі. Мен оны жек көрдім бе? Иә, 14 жыл бойы жек көрдім. Ал қазір ше? Жоқ. Өйткені ол маған шындықты айтқан екен. Мен оны алған жоқпын. Ол өзі келді. Есікті сырттан біреу қаққан жоқ. Оны іштен ашқан. Данияр әкесінің үйінде 1 сағаттай отырған. Екеуі біраз уақыт үнсіз отырыпты. Сосын Данияр сұраған. Сіз неге бізді іздемедіңіз? Нұрлан жауап берген. Іздедім. Қашан? Жыл сайын. Данияр сенбеген. Өтірік деген. Сонда Нұрлан орнынан тұрып, шкафтан бір қорап алып келген. Ішінде 14 конверт. Барлығы жабық. Әр қайсының сыртында Данияр, Әсел, Сеғрусоқсел, Әли деп жазылған. Әр конверттің күні бар. Әр жылдың желтоқсаны. Данияр қорапқа қарап, неге бермедіңіз деген. Нұрлан, мен оларды сендерге бере алмадым. Себебі анаң дұрыс істеді деген. Не? Мен өз үйіме өзім от қойған адамын. Өртеніп кеткен үйге қайта кіруге хақым жоқ еді. Анаң мені кіргізбегенде ол сендерді қорғады. Данияр орнынан тұрған. Сіз оны ақтап отырсыз ба? Нұрлан басын шайқаған. Жоқ, мен өзімді ақтамай отырмын. Айырмасы бар. Данияр сол хаттарды үйге алып келді. Дастарханның үстіне қойды. Үшеуі оқыды. Мен оқымадым. Оқи алмадым. Тек ас үйде тұрып, олардың дауыстарын тыңдадым. Бір кезде Әсел жылады. Сосын Әли жылады. Данияр жыламады. Ол тек терең дем алды. Кейін Әсел маған бірінші хаттағы бір ғана сөйлемді оқып берді. Хат былай басталады екен. Балаларым, мен бүгін тағы келдім. Терезелерің жанып тұр. Демек, бәрі жақсы. Мен сол сөйлемді естігенде ас үйдегі орындыққа отыра кеттім. 14 жыл бойы біздің тереземіз жанып тұрған. Ал оның сол терезеге қарап отырып, балаларға хат жазған дерсін мен білмегенмін. Түн ортасында Данияр ас үйге кірді. Қасыма келіп отырды. Апа, деді. Мен оған қарадым. Кешір мені. Мен саған қатты сөйледім. Жоқ, ұлым, дедім. Кешірімді мен сұрауым керек. Ол басын шайқады. Сен бізді өсірдің, деді. Үшеуімізді де. Жалғыз өзін. 2 ауысымда жұмыс істедің. Мен ол кезде түсінбегенмін. Біраз үнсіз отырды. Сосын. Ал ол бір ғана нәрсе істей алар еді. Кетпеу. Мен үндемедім. Мен оны тойға шақырамын, деді ол. Той өтті. Нұрлан келді. Мен оны 14 жылдан кейін алғаш рет көрдім. Шашы ағарыпты. Арықтап кетіпті. Костюмы өзіне үлкен болып тұр. Бір кезде дәл өзіне тігілген костюм сияқты, бірақ иесі кішірейіп кеткен. Ол төрге отырмады. Есіктің жанындағы үстелге отырды. Ешкіммен көп сөйлеспеді. Адамдар оны танып, өзара сыбырласты. Кейбірі суретке түспек болды. Ол қолын көтеріп, керегі жоқ деді. Бір кездері мұндаған адам оның бір ауыз сөзін күтіп отыратын. Ал бүгін ол есіктің жанында үнсіз отыр. Данияр сахнаға шығып сөз сөйледі. Мен анама рахмет айтамын, деді. Ол мені өсірді. Ол таңғы 5-те тұратын. Мен оны ұйықтап жатқанын көрген емеспін. Зал қол шапалақтады. Сосын ол тоқтады.
біраз үнсіз тұрды. Ал әкеме рахмет айтамын деді. Ол бүгін келді. Зал үнсіз қалды. Нұрлан басын төмен салып отырды. Мен оның иығы дірілдегенін көрдім. Тойдың соңында екеуміз ауызғы бөлмеде кездейсоқ кездесіп қалдық. Ол мені көріп тоқтады. Мен де тоқтадым. 1 минуттай үнсіз тұрдық. Сосын ол: «Рахмет, Жанар» деді. «Не үшін?» «Балалар үшін. Олар жақсы адам болып өсіпті». Мен басымды изедім. Сосын мен де айттым. 14 жыл бойы дайындаған сөзімді. Түнде жатып, ойымда 1000 рет қайталаған сөзімді. Бірақ аузыма келгенде мүлдем басқаша шықты. «Нұрлан» дедім. «Мен сені кешірдім». Ол маған қарады. «Бірақ кешірдім» дедім. Ол көзін жұмды. «Білем» деді. Сосын: «Мен де өзімді кешірдім. Кеш» деді. Екеуміз үнсіз тұрдық. Айтатын сөз қалмады. Ол кетті. Біз қайта қосылған жоқпыз. Оны сұрайтындар бар. «Неге? Балалар қуанар еді ғой» дейді. Жоқ. Кейбір нәрсенің өз уақыты болады. Уақыты өтіп кетсе, оны қайтарамын деу өтірік. Мен 48-демін. Ол 55-те. Біз енді бөтен адамдар емеспіз. Бірақ ерлі-зайыпты да емеспіз. Ол қазір немерелерін көреді. Мереке сайын келеді. Дастархан басында отырады. Мен оған шай құямын. Ол: «Рахмет» дейді. Бізге осы жетеді. Әли өткен жазда әкесімен бірге ауылға барды. 2 күн бірге болды. Қайтып келгенде маған: «Апа, ол мені шынымен иығына көтеретін екен. Есіме дұрыс түсіпті» деді. Мен басымды изедім. «Апа» деді ол тағы. «Мен оны жек көрмеймін. Болады ма?» Мен оны құшақтадым. «Болады балам» дедім. «Ол сенің әкең». Ал енді ең соңында бір нәрсе айтайын. Мен көп жыл бойы өзімді ақтап келдім. Мен балаларым үшін үндемедім дедім. Мен оларды қорғадым дедім. Өтірік. Мен өзімді қорғадым. Өз намысымды қорғадым. Өз жарамды жасырдым. Ал соның бәрін балаларымның арқасына арттым. Данияр 14 жыл бойы өз әкесін жек көріп өсті. Оның жүрегіне сол жек көрушілікті мен салған жоқпын. Бірақ очоны сөндірген де жоқпын. Әсел ешкімде сенбейді. Себебі ол еркек бәрібір кетеді деген оймен өсті. Ал Әли әкесімен енді ғана танысып жүр. 17 жасында. Мен есікті ашпағаныма өкінемін бе? Жоқ. Мен сол күні дұрыс шешім қабылдадым деп ойлаймын. Есікті ашсам, өзімді жоғалтып алатын едім. Ал өзін жоғалтқан ана балаларына тірек бола алмайды. Менің өкінетінім басқа. Балаларыма шындықты айтпағаныма өкінемін. Есікті ашпасан да шындықты айтуға болады екен. Балалар, әкелерің келді. Бірақ мен оны қайта қабылдай алмадым. Себебі қорықтым. Осы бір сөйлемді айтуыма 14 жыл кетті. Егер сіз де бір нәрсені жасырып жүрсеңіз, ойланыңыз. Құпия деген тірі нәрсе. Ол өседі. Ол сізбен бірге өмір сүреді. Ал ең қорқыныштысы, оның салмағын кейде сіз емес, балаларыңыз көтереді. Олар сол салмақтың неге ауыр екенін өздері де түсінбей өседі. Міне, әңгіме осымен аяқталды. Ал енді сізден бір нәрсе сұрағым келеді. Мен бұл сұраққа әлі күнге дейін жауап таба алмадым. Жанар дұрыс істеді ме? Сол түні есікті ашпағаны дұрыс болды ма? Әлде балалар үшін Нұрланды кешіріп, үйге кіргізуі керек пе еді? Сіз Жанардың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Пікіріңізді жазыңыз, барлығын оқимын. Ал егер бұл әңгіме жүрегіңізге жетсе, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Арнамызда әзірге 400-ге жуық адам бар. Сіздің бір жазылуыңыздың өзі біз үшін үлкен қолдау. Аман болыңыздар. Келесі әңгімеде кездескенше.